Сәлем достар. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге бүгін Кәусардың YouTube каналы. Яғни мені Тукалаканы ұнап жатса, лайк басып келіп кетіңіздер. Бүгін бізде қызының рөлінде Нұрсила келді. Нұрсила ойнайтын болады. Сәлем достар. Бізде еще қызметшінің рөлінде Лаян дейтін қыз бар. Сәлем. В общем, енді бастайтын боламыз. Ал 1-2-3 кеттік. Мен бірінші жерде тұрып алып, бүгін демалыс кәдіміз. Бүгін осыларды кешегі жаңалығымен қуантайын. Достар, бүгін бұл қандай жаңалық десеңіздер, қазір көретін боласыз. Кеше мен бұл жаңалықты көріп, әкесін баратынын түсіруді видеоға ұмытып кетіппін. Ал ендеше мен соны айту үшін бұдыма шотикке майша әдемі ұқтыны жоқсын немнау. Бүгін күшті жаңалық. Тапасманды қойын. Ало, саламатсыз ба? Мен бүгін барамын үйге. Иә, барам бүгін қарауға деймін. Алдым ғой, бірақ бүгін отбасымен барам қуантуға. Жақсы, үйді дайындап босатып қойыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Таңғы асты айтсам бекен. Ладно. Тоқтасын, таңғы асты айтсам бекен. Ладно, таңғы асты айтайын. Тұр, жаным тұр. Ау, не қалды? Бүгін демалыс болса не көреді? Енді қарын тамақ ішпейміз ойны. Ладно, қазір кино алайыншы. Бүгін что-то мен үшін бір күшті күн сияқты. Мен үшін де, неге? Білмеймін. Ладно, кеттік жүр. Балалар ұқтай берсін ол. Неге оятақта тамақ ішпеймін қазір? Босқа дайындап жүрсін қайтады. Жарайды, оятақшы. Кішкентай қыз үйреніп кеттім екен. Ол қызда өсіп қалу керек айтпақшы. Если екінші сезон шықсын десеңіздер, міндетті түрде комментарға плюс қалдырыңыздар. Ал шықпай ақ қойсын, керек емес десеңіздер, комментарға минус қалдырыңыздар. Өйткені екінші сезон қаламасаңыздар, есте минус қалдырыңыздар. Сол кезде екінші сезонда мына қыз өседі. Мына қыз, мына қыз ол кезде студент болады. Мынаны ойынға қызығым кеттім ғой. Если что, шықсын десеңіздер. Ол кезде екінші сезон вообще бірінші сезонда қызықты болады, достар. Я? Я. Такс. Балапандарым. Құдайжан. Өтірік жылап жатырған. Папа. Сөйлейтін болып қысқа. Бірінші папа деп айтатын болған мамамыз. Папаң туыпты қызым сені. Не ашуланып тұрсың? Ошу өзіме ұлтып алам. Үйбәй, армандапсың. Мен баланы ұстай беш. Такс, мінеки. Құжым тұра ғой. Ал, пап. Ұйқың қанды ма? Я. Так, киім киіп ал, қандай киімгесін, наны ма? Я. Такс. Пап, мен киіп болдым. Қызым дочам киіп болдым ба? Түнде тамақ ішеміз, мамада заказ берсат. Ура! Пицца, суши дейміз, иә. Жер кеттік. Барам аттаны. Баланс барын ал болайын ба? Оны аста болу керек қызым алмай. Алса. Бір бөтелкі сана болу керек. Кәжілет. Айтпақшы, сүттік аяқтана болды. Сатып алдық. Бәрін айтып едік. Бірінші этаж бар? Бірінші этаж.
Достар, мен қасымда сіңілдерім көп, сондықтан артық дауысты естіліп жатса кешіріңіздер. Мамасының қошақандары. Мында мынаны отырғызып қойып бутылкасын беріп тез айтты. Айтты тез берді. Болды. Тамақты енді заказ бере салайыншы. Заказ берген жақсы ма қызым? Иә, тебе қосып қойып тастайды. Тапсырыс бере сал. Жақсы балаларды тапсырыс беріп жатыр. Заказ беріп қойдым, кетіп қалу керек. Келе жатыр ма? Келіп қалды. Міне келді. Заказчы, рахмет. Такс. Ұқташ, мороженое заказ етіп жібер. Ойбай, не болды бүгін? Просто бүгін күшті күнді. Мороженое жейтін болып кеткенсің бе? Ой, я, заказ берші бұл. Бопты, берейік. Достар, кешіріңіздер, артық сөз шығып кетсе, бұл жерде сіңілім ғой. Так, мороженое тапсырыс берейін онда, я. Заказ келіп қалды. Келді. Бұл заказчикча тез келетіні бар да. Так, рахмет сізге. Мороженое. Ой. Так. Жақсы, ұнасып қойдым дастарханды. Ладно. Балалар. Мама мен баланы қарап болған соң үстінде барады. Жоқ, қызым келе бер, бутылкасын беріп кетті. Жарайды. Мен келдім, мам, пап. Қызым ас болсын. Рахмет, мама. Ас болсын, доча. Рахмет, пап. Енді мен сендерге айтатын жаңалығым бар. Бәсе, бүгін мороженое бүкіл тапсырыс берді қалды. Тапсырыс берді қалды деп ойлаймын. Так, мінекей қызым іше ғой. Дәмді ме екен? Дәмді. Так. Дәмді екен шынында. Ал әкесі, жаңалығымды айта бер. В общем, қайтсам, білмейтін енді. Күшті прям айтшы да адамның ішін күйдірмей. Қазір. Осыды көшіп қойын сен айтам. Той солма жаңалығым. Короче. Так, намазға салып жібереді. Айтшы енді, не айтасың? В общем, білмеймін енді. Мына үйде қоймай тұр. Көшеміз. Қасқаш ма? Қызымның оңаша бөлмелері болады, бірақ бірге жата ма? Бірге жатқан қайсы ма? Бірақ бірге жатады. Көшесіміз енді қашан, бүгін ба? Бүгін дайындалыңдар. Әке, біз бана айтпайсыз ба? Біздің киімді жинамады қой. Енді қызым, дастархан басында қуантайын деген ғой. Ладно, жиналыңдар, қайтамыз. Бүкіл затты көшіреміз, үйді сатып жібереміз бір. 3 қабатты ғой енді, 3 қабатты енді. 50 миллионға сатып жібереміз, 3 қабат қой. Сосын заттарды көшіріп аламыз потом. Енді жиналыңдар тез. Арада 2 сағат өтті. Үйді қимай тұрмын. Әке, енді бұл 3 этажды, біз 2 этаждыға көшеміз ғой. Қызым, қайдан білесің, мен 2 этаж деп айтпадым ғой. Аташының қозы. Үйлерің енді қазір көреміз барған соң. Көреміз ата.
Ойбай, мен нағыз көрмей қалыппын ғой киімдердің астында жатыр екен. Үйлеріңізге барамыз. Мынау ата достарым. Иә. Балаларым енді үйлерің құтты болсын. Әжелерің екеуің барамыз ya жақында. Қолымыз тимей жүр. Ойбай, сіздің қолыңыз тимесе ме білмедім. Ал жақсы үйлерге барайық. Балансыз жүресіз ба үйге дейін? Иә, жақсы үйден көріп қайтайын енді. Ал келген үйіміз осы енді. Папа, мен бірінші қарап қайтайын. Әкем, мен кеттім. Екі тартыма қарап қайтайын. Қызым, қарап қайт сосын біз әңгіме айта тұрайық, қай жерге мен орналастырамыз. Жарайды, қарап қайт. Достар көп, қызым сіздердің көп екен. Папаға құрсаң көп қой. Папа әкеңіз қызды ұстайын. Жоқ, немеремді өзім ұстаймын. Так, мынаяққа көкіне істейміз бе? Мына жерге қол жуатын жер істесекші кіреберіске. Бәрі ма? Бәрі. Кеттім, қарап қайтайын. Мынаяққа кухня істесек, екінші этажға бөлме істесек. Главный жарайды, көтермей. Достар, артта телевизордан дауыс шығып жатса да мән бермеңіздер. Так. Аяқ екен. Күшті. Әдемі. Балконы бар екен. Ой, терезесі де енімді. Ой, балконы. Дала күшті болып тұр. Қаяққа жатам. Вау, осы жаққа жатамын. Осы әдемі болып тұр. Мәшке шкаф қойсам болады екен. Мама, папам айтып қоям, осы жаққа жатайын деп. Достар, мен енді айтып отқан, естіліп отқан шығар. Бірақ бұл сөздерді білмейді, қалай сөздер айтатын. Мам, пап. О, доча. Мен өзіме бөлме таңдап қойдым. Тиесің я, біз қайда жатамыз? Бізге орын бар ма? Білмеймін. Қызым, Тек бөлмесі қысқа екен. қызым, атаң мен әжең бізбен бірге тұрса қарсысың ба, қарсы емессің бе? Қарсымын. Олардың үйі бар ғой, олар сыймайды ғой. Әке. Мына қыз не дейді? Мына қызың не дейді? Немерем, не дейсің, а? Ата, енді сыймайсыздар ғой, сіздердің үйлеріңіз бар. Өздерін кредитке сатып алып. Неме шатып берсем не істейсің? Арада қалсам ол кіргізбейсің бе? Үйіңе? Қонаққа келсем мақұл, енді қонған деген нені? Мен ренжіп қалдым қызыма. Кеттім мен үйіме, қайтам балаларым өздеріне деп айтады деп ойладым. Достар, біз орналасып болған соң қосамыз видеоны. Қалай орналастырғанымызды көрсетеміз. Жақсында ата, біз үйді орналастырайық, баланы ұстап жүрсіз бе? Иә, балапандар ұстап жүрем баланы, құрсын. Орналасып демедіңдер. Ал, 1, 2, 3. Осы орналастырып тастайын. Бұл пен киімдерің. Достар, кстати, екінші сезон шықсын десеңіздер, лайк басып отырыңыздар. Ойбай, екінші сезон шықсын десеңіздер, не етіңіздер. Лайк басып, комментарға екінші сезон шықсын, егер шықпаса, комментарға екінші сезон шықсын десеңіздер, плюс қалдырыңыздар. Жоқ, екінші сезон шықсын десеңдер, онда бүкілін басып кетіңіздер.
шықсын десеңдер, короче, плюс қалдырыңдаршы. Шықпаса? Минус қалдырыңдар. Болды. Достар, кстати, үйдің ішін көргілеріңіз келсе, қазір көресіңдер. Өйткені орнасып сет. Кім көрсеға. Сосын көрсетеді. Ойлай біз қазір заттарымыз алып кетеміз. Неміз төсектеріміз. Окей, қалай әкеп берем. Әкеп берме. Әкеп берме. Айтшы маған бар. Жоқ. Достар, артта сіңілілер солға қарсы алады. Алда ойнар жатамыз. Так, достар, үйдің ішін көрсетейін. Күшті прям. Иә. Так, үйдің шоусындай екі қыздың жататын жерім. Бұл жерде кішкентай бөбектің, мына жерде кімнің? Менікі. Иә, атасы мен кішкентай немересі астында тұр. Отасы қырдан кетті. Шаңтап жататын. Пайда естеңіздер ма? Мына жерде мамасы мен папасы киіндіріп қойдым. Еще свет жаппаппыз ба? Иә, өйтіп вот такой. Свет жақсы. Не ол? Болды, тұра. Жоқ. Жарық. Достар, свет қойып күтетіміз. Так, достар, кстати, осылай отыратын жерлер әңгіме айтып. Потом ана жерде Нұрсұлан баянатын жер мамасына керек емес болғандықтан. Мамасы керек болса енді анда-санда не істейді ше? Келіп баянсын. Керек емес болғанша қатты күнде баяна бермеймін. Мамасының керегі тығыз болғандықтан осы жерге барлық жерге қойылмағандықтан ол жерге қоя салған. Иә. Енді астын көрсетейік. Мына жерде қолданатын жер, потом сүлгі, екі сүлгі. Достар, біз қызметші жалдадық. Мінекей. Салам, достар. Иә. Так, мына жерде кухня, потом осылай, мына жерде тамақ ішетін жер. А потом мына жер енді мынандай неше табиғат көруге болады. Мына жерде тұратын жер, а потом мына жерге андай бір шағын бөлме дегенде ойнайтын жер. Катокка. Жоқ, машина. Ой. Мына жерге ойыншықтар қойып қоямын, бала ойнауға. Сосын соны қазір алып келу үшін 10 жаста күтіңіздер. 10 жаста барлық қызықпады. 2 сезон шықсын десеңіздер, комментарға плюс, шықпасын десеңіздер минус. Қызметші 10 жаста ойнайды. Пока. Жоқ, тұрасыңыздар. Андай кім көп минус басады, или кім көп плюс басады сол. Короче, плюстер санап шығамыз, қанша плюс? Мысалы 20 плюс, 19 минус болса, 19 минустың ішінде 20 плюс көп болады ғой. 20 плюс көп болғандықтан, демек 2 сезон шығарамыз деген. Ал сен пока.